Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен сүзбелі чизкейк, творожный чизкейк жасаймыз. Ол үшін үй температурасында тұрған бір жұмыртқаға шым-шым тұз, разрыхлитель, май қосып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осы қамырына қант қоспай қойсаңыздар да болады, дәмді шығады. Менің формам 26 сантиметрлік. Енді қамырды формаға осылай қолмен жайып аламыз. Енді начинкасына кірісеміз. Бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқаға ванилин, қант салып жақсылап миксерлейміз. Кейін 100 грамм қаймақ, 350 грамм творог салып жақсылап блендерлеу керек. Блендер болмаса, вилканың көмегімен жақсылап езіп алсақ та болады. Енді массамызды формаға құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Дәмі енді керемет, ауызда еритеді ғой, сондай болды. Ас болсын.